Солай айтылады, иә? Ал сонда қалай не түсініңдер? Қарғаның аузында не болды? түсіндіріп айтып қой, брат. Ей, балам, осы үйге қайтатын кезде қайда жоғалып кетесің? Мынау не үстің? Алба-жұлба. Шапкаңды дұрыста. Маңдайыңа не болған? Ештеңе болған жоқ, мам. Айт енді бұл. Есікке ұрып алдым. Не? Біздің мектептің есіктері балаларды қуалап жүр ұра ма? Бұл жол ұрмаған, тырнап алған. Не болды? Айтсаңшы енді. Ештеңе болған жоқ деймін. Балам, мен саған не дедім? Өлсең де... Өтірік айтпа. Өзің білесің ғой. Енді Қайраттың өзі ғой бірінші бастаған. Папаң қайда деп тақылдап қоймаған. Мам, Қайратқа не деп жауап беруім керек? Мен саған айтпап едім. Әкең алысқа, жұмысқа кетті деп. Мен енді кішкентай бала емеспін ғой. Сенің әкең жоқ. Өткен сенің мамаң күйеуге тимеген деді. Балам, айтпақшы мен бүгін айлық алдым. Продукт алайық, үйге барып тамақ пісіреміз. Май алайық, сен бауырсақты жақсы көресің ғой. Қалған ақша не істейміз? Қалған ақшаны ма? Бай болғанда жаман екен ау, а? Қалған ақшаға саған жаңа етік сатып аламыз. Одан қалғаны ше? Одан қалмаса ше, балам. Уәде бердің бе, орында деп өзің айттың ғой. Өткенде келесі айлықтан тортап берем дегенсің. Дұрыс тапсашы сөмкіңді, арқаң асып. Сүйрелеп, жыртайын деп жүрсің. Басың тоңбады ма? Киіп ал мынаны. Жақсы радиосы. Қалайсыңдар? Таң атқанша жүріп алғаның не? Түнде келіп демалмайсың ба? Біздің үйде бір жүгірмек бар емес па, машина деген. Соның бензині болсын деп жүрейін десем, бір тірі адам жоқ. Түріңнен түр қалмапты. Барып жуынып ал. Айтпақшы, анау хабарласқан жоқ па? Жоқ. Мам, шоколадны тост алайықшы? А жоқ, йогурт тәтті. Біздің мектептің асханасында сатады сондай. Анандай ше бетінде кішкентай жемістер бар. Сондай тортты маған Нұралы деген бала бөліп берді. Сен қандай торт жақсы көресің, мам? Балам, бірінші керек жарақ тамағымызды алып алайық. Сосын тортты көреміз, мақұл ма? Мақұл емес, бірінші торт аламыз. Әйтпесе қастағы ашы жетпей қалады. Қорықпаш, балам, жетеді. Жетсе бірінші торт аламыз. Мам, біздегі Нұралылар сияқты нан сатып ала салмаймыз. Сен күнде үйде нан пісіріп жүресің, а олар үйлеріне нан пісірмейді.
Мам, Ау, Құдай әділетті ме? әрине әділетті. Онда біз неге кедейміз? Балам, біз кедей емеспіз ғой. Бұдан да жаман болсақ қайтер едік. Бұдан да жаман болмайтын шығар. Балам, біреуге өтірік айтсаң, сені де біреу алдайды. Біреуге көмектессең, саған да біреу көмектеседі. Әділдік деген сол. Ал адамның бай болуы сол адамды Құдай жақсы көреді дегенді білдірмейді. Демек, кедей адамды Алла жек көреді деп ойлама ешқашан. Түсіндің бе? Енді бай болудың бір-ақ жолы бар. Сабақты жақсы оқу керек. Одан басқа жол жоқ. Мам, сен сабағын жаман оқығансың ба не? Қыздар, йогурт ой торт қаншадан? Ассалаумағалейкум. Қазақтар. Сендерге үй керек па, керек жоқ па? Ана жақта трехкомнатный квартира стоит под арестом. А вы тут сидите, картошка жеп. Самат, смотри. Бүгін 28-і, да? Ага, 28 ноябрь 2014 пятница. Если штраф 1 декабрь понедельникке дейін төленбесе, банк имеет полный право үйді алып қоюға. Я тебе серьезно говорю. Я бақандай 920 мың теңге. Оның үстіне пенянды өсіп жатыр. Саған жасаған жақсылығың сол болсын. 3-ке бөліп тұрыш. Бүгін 6-ға дейін 300 мың тапты, банкқа барып қой. Өткенде ғана әпешет еттің ғой. Оның үстіне бар ғой, сендерді алатында ештемелерің қалмады. А, кстати, сенің машинаң бар емес пе? Вот это вот не надо. Біз машинамызбен күнімізді көріп отырмыз. Машинаны алып кеткенше ата салыңыздар одан да. Самат, айналайын, 15 жылға ипотека алмас бұрын ойлану керек еді. Оның үстіне банк саған қайырымдылық қор емес қой, тегін үй тарататын. Сотта аутам, сөйтем, бүйтем демей, 6-ға дейін апарып төлей салды. Әйтпесе бар ғой, 1 жылғы төлемақың босқа. 2 жыл. Вот, тем более, 2 жылғы төлемақың босқа дала кетеді. Саған жаным ашып айтып тұрсам. Давай, сау бол. Так, кстати, мына комнаталарыңды сатпайсыңдар ма? Или залогқа қойыңдар. Біз мұнда квартирантпыз, жалдап отырмыз. А, квартирант. Сонда ана пәтерлеріңді квартиранттарға сдавать етіп қойдыңдар. Ал өздерің жатақханада тұрасыңдар, да? Вот есеп. Ладно, давайте. Астана қаласы 2-ді криминалдық полиция басқармасы тонаушылықпен және алаяқтықпен айналысқаны үшін. Сәлеметсіз бе? Юго-Восток. Отырыңыз. 400 болады ма? Багажнигіңізді ашасыз ба, заттарымызды салып алайық. Мен ана арбаны апарып тастайын, күте тұрасыз ғой. Ей, тоқта! Тоқта! Тәте, сәлеметсіз, қалыңыз қалай? Мен ғой Самат. Тәте, алдындағы өтініш қой.
ошол пәтердің ақшасын ертерек бересіздер ме? Түсінем, бағана банкке ненің пәтердің ақшасын төлемесем болмайын деп тұр. Жақсы айда, жақсы қазір келем онда. Мына пәтердің ақшасы қалған 50 мыңын келесі аптада өз уақытысында берейін. Тәте, 50 мың несі? Мен сізге айтып едім ғой толықтай деп. Тәте, өтініш бір жерден сұрап көріңізші, маған дәл қазір керек. Көршіден сұрап көрейінші, әлбетте күте тұр. Сөйтіңізші. Алло. Рахат, алло. Ана ром 200 мың. Көкемнің ақшасы бар. Рахаттан қайтарып бересің, е? Қайтарам, Рахат. Рахмет саған. Не, салам алмайсың ба? Жоқ, саған сенем. Рахмет, Рахат. Бүгін 6-ға дейін 300 мың тапты, банкқа апарып
Если штраф бірінші декабрь понедельникке дейін төленбесе, банк имеет полный право үйді алып қоюға. Бүгін 6-ға дейін 300 мың тапты, банкқа барып